Жалпы адам дамыған кезде, өзін даму жолына қойған кезде, әртүрлі өзгерістер болып жатады. Қандай өзгерістер? Ол адамның ішкі көңіл күйінде өзгерістер болады. Алдымен, мысалы, сіз бір даму әдісін таңдадыңыз және оны қолдана бастадыңыз. Шамамен 3 ай бойы қолданам деп өзіңізге сөз бердіңіз. Алдыңызға календарьды қойдыңыз. Жаңағыдай өзіңізге жіберіп алмас үшін әр күніңізді белгілейсіз. Бүгін осы әдісті орындадым, келесі күні орындай алмадым. Неге орындай алмадым? Өйткені осындай себептер болды деген сияқты. Бұл күнделік сияқты. Егер адам күнделік жазбаса, онда ол өзінің не істеп не қойғанын мына сана ол ұстай алмайды. Өйткені сананың ауқымы өте тар. Енді сіз даму жолына түстіңіз. Даму жолына түскеннен кейін алдымен сіздің көңіл күйіңіз өте жоғары шығып, жаңағыдай көңіл күйіңіз көтеріліп, өзіңізден өзіңіз мәз болып, қуаттанып, бір бұрын тастаған шаруаларыңызды аяғына дейін аяқтап, немесе бір идеяларыңыз пайда болды, енді соны жүзеге асыруға сізде күш пайда болғандай, сондай бір әсерде боласыз. Бірақ жаңағыдай әдіспен жүре келе сізде басқа да күй қалыптар болуы мүмкін. Ол қандай дейсіз ғой? Ол депрессия сияқты қалыптар. Депрессия деген не? Депрессия деген ол сіздің көңіл күйіңіз түседі. Бір нәрсе жасауға, бір шаруа жасауға, бір тірлік жасауға сіздің құлқыңыз да болмайды, оған қалауыңыз да болмайды. Сондай бір әртүрлі депрессияға түседі. Біреулер ештеңе жасағысы келмейді, ештеңеге сенбейді. Жаңағы әдісіне де, өзінің қолданып отырған әдісінің өзіне сенуді қояды. Міне, бұдан өтсеңіз, сіз нағыз ерлік жасағаныңыздың белгісі. Яғни, жаңағы календарьда күнтізбеде белгілеп жатырсыз, мен бұл әдісті жасадым, енді бүгін жасай алмадым, өйткені көңіл күйім түсіңкі болды. Бірақ келесі күні немесе 2-3 күннен кейін қайттан жалғастырдыңыз жаңағы қолданып жүрген әдісіңізді. Өйткені алдыңызда мақсат. Осы әдісті мен 3 ай бойы қолданам деген. Енді біріншіден өзіне адам рұқсат беру керек. Осы депрессияны бастан өткізуге. Кейбіреулер айтады, мен ешқандай хақым жоқ. Мен жаңағы осы отбасымды асырауым керекпін. Мен әлсіздік көрсетуге қақым жоқ деп өзін күштейді, өзін міндеттейді, өзін қинайды. Бұл қате нәрсе. Депрессия ол бекер шыққан жоқ. Ол яғни жаңағы судың түбінде тас жатқан сияқты, ол сіздің психикаңыздың түбінде жатқан бір ауыр программа. Ол өзіңіздікі болуы мүмкін, ол жаңағы ата-бабалардан келе жатқан бір сондай бір шешілмеген жағдай, шешілмеген қиын ситуация, сол сіздің клеткаларыңыздан санаға шығады. Сондықтан сіз депрессияны басыңыздан өткізесіз. Ол не нәрсеге ұқсайды? Ол мысалы гриппен ауырған кезде. Гриппен ауырған кезде сіз емделесіз, дәрілермен емделесіз. Бір күні жаңағы алғашқы 3 күн қиналуыңыз мүмкін, 4-ші күні жақсы болып қалуыңыз мүмкін. Ал одан кейін әлсіреп кетуіңіз мүмкін, әлсіреуіңіз мүмкін. Міне, адам өзінің жанын тазалаған кезде, былайынша айтқанда, яғни бір әдіс, психологиялық әдіс қолданған кезде, оның жанынан да неше түрлі құбылыстар шыға бастайды. Құбылыс болғанда күй қалыптар. Депрессия сияқты, көңіл күйдің жоғарылауы, жаңағы ризашылық, тіпті ашу, ыза да шығуы мүмкін, реніштер шығуы мүмкін, өзінің кінәлау сезімі. Міне осының бәрі жаннан шығатын әртүрлі программалар, әртүрлі эмоциялар, әртүрлі сезімдер. Егер олар шықса, сіз мысалы әдісті қолданып жатсыз, ол сол сіздің даму жолыңыздан шығып жатыр, сіз
қайта оған қуаныңыз. Яғни менен бір ауыр нәрсе, бір керек жоқ, бір негатив шығып жатыр, мен тазаланып жатырмын деген сізде ой болу керек. Осындай сеніммен сіз басынан қолдана бастаған әдісіңізді әрі қарай жалғастыруға ниет білдіріп әрекет жасағаныңыз жөн. Әсіресе бірінші айда ол көрінеді. Мысалы мен аффирмация, жаңағы ой формаларын, басқаша айтқанда, өзіме сендіру сөздер арқылы 3 ай бойы жасадым. Менде бәрі жақсы, бәрі керемет, бәрі ғажап. Немесе мен барлық адамдармен жақсы тіл табысам, барлық адамнан тек жақсылық көрем деген сияқты сондай бір әрі оңай, әрі өзіңізге жақын сөздермен қайталап айта беретін сөздер ғой. Сонда менің байқағаным, мына бірінші айда ең ауыр программалар бірінші айда шығады екен. Сосын мынандай бір айта кететін нәрсе, кейде өзгеріс өзіңізде емес, сіздің жақын адамыңызда болуы мүмкін. Жақын адамыңызға аяқ асты біреу ақша сыйлауы мүмкін, немесе аяқ асты премия беруі мүмкін жұмысында, немесе ол кісіні бір жақсы, сондай бір жақсы адамдармен араласатын, сондай бір ауқатты, дәулетті отбасымен араласатын, сондай бір жерге аяқ асты шақырылуы мүмкін. Яғни жақсылық, өзгеріс тек сізде емес, жақын адамыңызда болып жатады. Неге? Өйткені сіз әрекет жасап жатырсыз. Ал ана адамда неге болып жатады жақсы, жақын адамыңызда? Өйткені сіз жақын адаммен байланыстысыз. Қаныңыз бір деген сияқты. Сосын кейін жақын жерде тұрасыз. Жақын жерде тұрмасаңыз да бәрібір ол адамыңызда өзгерістер болуы таң қалатын нәрсе емес. Яғни сіздің жасап отырған әдісіңіз жұмыс істеп жатыр. Бірақ ол жұмыс сізде көрінбеуі мүмкін. Ол жақын адамыңызда көрінеді. Егер жақын адамыңызда жақсылық болып жатса, ол міндетті түрде жақын адамыңызды өзгертеді жақсы жаққа. Біріншіден, ауыр программаларын шығарады және сізге де кері әсерін береді. Яғни сіз тек бақылайсыз. Ана адамда жақсылық болып жатыр. Менің жақын адамымда. Өйткені мен осындай әдісті қолданып жатырмын. Яғни бірер уақыттан кейін менде де болады жаңағы өзгеріс. Жалпы өзгерістер ол аз дегенде 3 айда, орташа есеппен 6 айда, және 1 жыл, 1 жылдан астам, егер бір әдісті қолдансаңыз, сізде міндетті түрде өзгерістер болады. Жақын адамыңызда болуы да мүмкін, бірақ ол адамда аяқталғаннан кейін сізге қайтып келеді жаңа өзгеріс. Сіз оған уайымдамаңыз. Сондықтан бастаған әдісіңізді аяғына дейін жеткізуге барлық ресурстарды, мүмкіндіктерді пайдаланыңыз. Сізге сәттілік тілеймін.